Барлық нәрсе тек еңбекпен ғана келеді, болды. Еңбекпен ғана. Қарилық немен келеді? Еңбекпен келеді. Ғалым болу немен келеді? Еңбекпен келеді. Зәулім үй салу немен келеді? Біреу ақша бере ме саған? Жоқ. Миллиардер болу немен келеді? Ол ұйықтайды, оянған кезде миллиардер болып қаламын? Жоқ, ол 10 жыл, 30 жыл сандалған ол. Ұйқы көрмеген. Сол үшін денсаулық, міне қараңыз, дүниенің мансап немен келеді? Ол да еңбекпен келеді. Енді қазір ғана парамен болып жатқандарды айтып жатқан жоқпын мен. Барлық нәрсеге еңбек керек. Бірақ сол еңбек етудің жолында біз көп нәрсені сарып қыламыз. Біреу денсаулығын береді. Сіз 5 жыл Құран жаттап отыр, мысалы 3 жыл. Оңай дейсіз ба? Көрдіңіз ме? Сондықтан барлық нәрсе тек қана еңбекпен келеді. Осыны естен шығармауымыз керек. Сіз қазір Аллаға шүкір адал жолмен еңбек тауып, мықты көлік мініп, мықты жаңағыдай